Сәлем достар, бүгін біз сіздермен мынандай керемет самса пісіретін боламыз. Яғни алдында біз жасаған қатпарлы қамырымызбен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетемін. Сонымен біз тоңазытқышта 5 сағаттан жоғары тұрған қамырымызды алып, осылай ұнның көмегімен жұмыс жасаймыз, әйтпесе қолымызға жабысады. Сосын өзімізге ыңғайлы етіп 3-ке немесе 4-ке бөліп аламыз. Әрбір бөлігін осылай қолыңызбен домалақтап қойып қойыңыз. Содан кейін керек бөлігін алып, ұнның көмегімен жаямыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болуы қажет. Мінекей жайып алдық, енді өзіңізге керек формада кесеміз. Мен әрдайым осылай кесемен кесіп аламын. Содан соң ішіне начинкамызды салып дайындаймыз. Начинкаға кез келген нәрсе салсаңыз болады: сыр, картошка немесе осылай фарш. Содан соң самсамызды түйеміз. Егер осылай видеодағыдай түйе алмайтын болсаңыз, онда кез келген өзіңіз қалаған формада жасай берсеңіз болады. Болған соң жұмыртқалардың бетін жұмыртқамен жағып шығамыз. Қалауыңызша самсаның бетіне күн жуып мак себуге болады. Егер болмаса, міндетті емес. Мен осылай екеуін араластырып себемін, сонда әдемі көрінеді. Самсамызды 180 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Мінекей дайын болған самса осындай қатпарлы, қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.